Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабаққа қандай көңіл күймен келдік біз? Рахмет, өте керемет көңіл күймен келдік. Олай болатын болса, сабағымызды бастайық. Біздер алдыңғы сабақта радио және теледидардың пайдасы мен зияны тақырыбында өткен болатынбыз. Бүгін осы тақырыпты ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты сабақтас құрылмалы сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп, қолдану. Үй тапсырмасын алдымен тексеріп алайық оқушылар. Үй тапсырмасы яғни қандай еді? Үйге берген тапсырма сіздерге себебі жаттап келу. Жақсы, кім айтады екен? Себеп бағынақылы сабақтас құрылмалы сөйлем дегеніміз не? Себеп бағынақылы құрылмалы сөйлем дегеніміз құрылмалы сөйлемнің алғашқы сыңары басыңқы болып, және сол сыңары іс-әрекетті білдіреді. Ол себеп бағынақылы сабақтас құрылмалы сөйлем неге, неліктен, не себепті деген сұрақтарға жауап береді. Отырамын. Тағы жалғастырады. Себеп бағынақылы сабақтас құрылмалы сөйлем ережесін. Айдау. Себептес бастапқы сабақтас құрылмалы сөйлем т деген көшеншенің жинақтары арқылы жалғанады. Көшеншенің сонда оқушылар көшеншенің жинақтары жалғану арқылы жасалады екен, иә? Себеп бағынақылы сабақтас құрылмалы сөйлем дегеніміз зұқпар. Ал өткен шақта деген жалғаумен жасалады. Рахмет. Ал енді осы жаңағы себеп бағынақылы сабақтас құрылмалы сөйлемнің ережесін жаңағы айтсақ, енді оның жаңағы қандай шумақтармен жалғанатындай, қандай шарттар қойылатындай есімізге түсірдік. Олай болатын болса, оқушылар, тақтаға қарай қояйық. Бірінші тапсырма бойынша галереяға саяхат әдісін алдық. Яғни бұнда суреттерге қарап қысқа әңгіме құрамыз және сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрағымыз: теледидар мен радио не үшін қажет? Қазіргі теледидар мен бұрынғы теледидардың айырмашылығын білесіңдер ме? Теледидардан сүйіп қарайтын бағдарламаларды алғанда радио тыңдайсыңдар ма? Ойланайық. Яғни ойланайық. Камера. Ал. Қай сұрақ? Теледидар мен радио не үшін қажет? Теледидар мен радио, яғни біз теледидардан түрлі программаларды, жаңалықтарды тыңдап естіп көрсек, ал радиодан біз тек қана оның айтылған сөздерін, шыққан дыбыстарын ғана ести аламыз. Яғни екеуінің айырмашылығы да сонда. Рахмет. Келесі екінші сұрақ бойынша жүрейік. Қазіргі теледидар мен бұрынғы теледидардан айырмашылығы білесіздер. Я бұрынғы теледидарда қара көгілдір болып болған, ал қазіргіде көгілдір болып көрсетеді, барлығын анық көрсетеді болған. Ал бұрын тек қана қара, сосын ақ болып көрсетеді. Рахмет. Теледидарда сүйіп қарайтын бағдарламалардың аттары, мен қазіргі теледидардан қарайтын бағдарламалар бұл Астана каналы және НТК каналы және спорт ТВ. Неге? Себебі бұл үш каналда біз біріншіден Қазақстандағы шығарылып жатқан киноларды қараймыз, екіншіден спортта жеткізіліп жатқан жетістіктерді қараймыз, ал НТК-дан түрлі жанрдағы түрлі елдердің аударылған, қазақ тіліне аударылған, орыс тіліне аударылған киноларды қараймыз. Келесі. Радио тыңдайсыздар. Қазіргі таңда ойлаймын, ешкім радио тыңдамайды деп. Себебі бұрын радиода айтылып жүрген жаңалықтардың бәрі қазіргі жастар телефоннан немесе қазіргі көрсетіп жатқан теледидар арқылы көреді. Өте орынды, рахмет. Келесі. Тағы кім жауап береді екен оқушылар? Тағы осы жаңағы сұрақтарды тағы толығырақ жауап беретін оқушылар. Альмира. Теледидар мен радио не үшін қажет? Теледидардан біз дейтін көптеген жаңалықтарды көру үшін, көптеген мультисериалдар көру үшін, уақытымызды өткізу үшін, қызықты нәрселер қарау үшін қажет деп ойлаймын. Ал радио ол ақпаратты тыңдай білу үшін, және де көптеген бұрынғы музыкалар, әуендерді тыңдай алу үшін қажет. Ойлайсыз, иә? Арай, рахмет. Қайсыға жауап береді? Қазіргі теледидар мен бұрынғы теледидардың
Сонда жаңа біз бүгінгі тапсырмамызда тек қана сұрақтарға жауап, ал қысқаша әңгіме құрай қояйықшы. Қысқаша әңгіме. Осы теледидар мен радио. Қысқаша суретке байланысты құрай қойшы. Қысқаша әңгіме. Ойланып құрайықшы. Бұл теледидардың суреттеріне қарайтын болсақ, бұл жылдар бойына зерттеліп, яғни тағы естеліп келген болатын, яғни әсерленіп, оған түрлі каналдар қосып, түсті етіп естелген. Мысалға, бірінші суретіміз бұл бұрынғы жылдардағы біздің ата-бабамыздан қарайтын теледидары. Біз бұнда қарап отырсақ, түрлі кнопкалары бар. Сол арқылы қосылатын болған екен. Екінші телевизор бұл орта жылда шыққан нәрсе. Бұл біздің балалық шағымызда болған теледидар. Бұл да түрлі түстер қосылған болатын. Бұл теледидарға түрлі кнопкалар арқылы басылатын болған. Ал үшінші теледидар бұл қазіргі заманның, қазіргі жылдың теледидары. Яғни түрлі түсті, ешқандай кнопкасыз тек пульт арқылы жүреді. Және дауысы да бұрынғыдан қарағанда қаттырақ шығады, түсі де, каналдары да жақсы дамыған. Өте рахмет. Міне, Рұқсат, келесі. Келесі суреттерде ол радионың жылдар сайын дамып келе жатқан түрлері көрсетілген. Яғни бұл радиоларда теледидар сияқты жылдан жылға әсемделіп көркейіп отырады. Бірінші суретте ол өте көне радио, екінші суретте одан бері келе пайда болған радиолар, ал үшінші суретте қазіргі қолданыстағы радиолар. Тағы құжатыңыз бар ма? Жақсы бар. Енді біздер қазір пікірталас әдісі бойынша екі топқа бөліне қояйық. Бірінші топ радио мен теледидардың пайдасын айтасыздар. Жаттаушы сіздер, жаттаушы радио мен теледидардың зиянын емес, ал осы топтардан біреуіміз пайдасы, біреуіміз зияны. Жақсы, ауызша дайынсыздар ма? Дайынсыздар сіздер. Олай болатын болса, бірінші радио пайдасы көп. Жақсы, ал дайынсыздар, жауап беруге дайындалып тұрыңыздар. Жоқ, бір дайындамаларыңыздар, сұрақты дайындап қойыңыздар. Кішкене, келесі топқа дайын жұмысын жүргізе қойыңдар. Келесі топқа сұрақ береді. Келесі топқа сұрақ дайындай қойыңдар. Ал дайындай қойыңдар, сұрақ дайындай қойыңдар. Екі топ. Жақтаушы. Al dayınız var. Dayınız var. Dayınız var. Al dayınız var. Dayınız var.
себебі радио зиян емес деп ойлаймыз. Телевизордан қарағанда радио зиянды емес. Бірінші екеуінде ауылдан керек қой, себебі радионда зиян Жақсы. Бірінші, ал. Айта қояқшы. Тыңдап қояқшы. Бірінші зиян айтатын болсақ, зияны балаларды жасөспірімдерде көбірек мүмкіндіктен қарап, соның алдында өткізеді жұмыс аз деп көп жалғасады. Екінші зияны қазіргі таңда көптеген теледидарда андай баланың психикасына зиян келтіретін бағдарламалар көбеюде, сол үшін балаға зиян тигізеді. Өзге зиян. және де телевизорда балалар көрмесін қоюға болмайды. Тыңдап отырмыз ғой, иә? Телевизордың зияны келетін болса, қазіргі уақытта телевизор Радионың зияны осындағы кезде құлағына зиян алып келеді және адам оған Көп уақыт өткізеді, иә? Жақсы. Ал тыңдадық қой. сұрақ қояды. Иә, сұрақ қоя қоямыз. Келетін сұрақ қояды. Ал сұрақ қоя қойыңыз. Егер сіздер телевизор мен радионы Отырып тыңдай берейік. зиян деп санасаңыздар, сонда осы уақытқа дейін қандай нені қолданып келдіңіздер? Телевизорды қолдандыңыздар ғой? Егер сіздер телевизор мен радионың зиян десеңіздер, сонда телефон шықпас бұрын нені қолдандыңыздар? Жаңалықтарды қалай қарадыңыздар? Біз Қытай болдық қой, жаңалық мысалы тек. Ата-анамыз Қытай мысалы мультфильмдерді сен ата-анаға айтып берді ғой. Жоқ, саған мультфильм көрдік, ол бұрынғы заман мысалы бір андай қазіргі таңның өлеңдерді салыстырсақ, бұрынғы заманның несі жақсырақ. жаңағы пікірді айтып кететін болсақ, сіз жүрек радионың зиянын айтқан болатсыз, ол құлаққа зиян деп айтқан. Құлаққа зиян дегенде біз қазіргі радиолар бөлек ретінде құлаққа зиян болған бар едіңіз. Қазіргі радио бізде дамыған соншалықты біз радионың дыбысын жайлатып қосып қоса аламыз. Сол себептен радионың зияны жоқ деп санаймын. Себебі егер сіздің құлағыңыз ауыратын болса, оның дауысын жайға қоюыңызға болады. Радионың меніңше зияны жоқ. Радионың зияны жоқ, себебі мысалы көз көрмейтін адамдарға құлақ есту арқылы ақпаратты ала алады. Өте орынды ұшақ, бізде зиян деген пайдасының Пайдасы болмай осы зияны жеңіп қалып Жалпы радионың пайдасы туралы айта кететін болсақ, біз радио арқылы жаңалықтарды тыңдаймыз. Ұзақ жолға сапарға кеткен кезде бізде машинада түрлі радиолар қондырылған. Сол арқылы біз біріншіден музыка тыңдай аламыз, түрлі елдердің жаңалығын тыңдай аламыз және алыс сапардағы адамдарымызға сол радио арқылы құттықтаулар бере аламыз. Телевизордан біз түрлі жаңалықтарды көре аламыз, өзімізге әлемде болып жатқан жаңалықтарды біле аламыз, өзімізге жаңа ақпарат ала аламыз. Сонымен қатар қазіргі таңда телевизор өте дамыған, әрбір каналда бағдарламалар қойылған, ол жан-жақты бізге бәрін анықтап көрсете алады. Жаңалықтарда әлемдік жаңалықтарды көреміз. Қазіргі таңда бізде басқа елдер көбінесе көп зерттейміз. Сол себептен біз телевизор арқылы басқа елдің, өзге елдің, сосын өзіміздің еліміздің тарихын біле аламыз. өзімнің ойымды қоссам. Мысалы, радионың зияны жоқ дейді. Радионың зияны, мысалы, радионың ішіндегі ақаулар шығып қалса, жаңағы қасында отырған адамға зиян тигізетін болса, жаңағы құлағына, миына, жаңағы көзіне емес, миына және құлағына зақым келуі мүмкін. Ал теледидардың зиянына келетін болсақ, 24-7 сағатта отыратын болса, жаңағы адам және тамақты алдына отырып, тамақ ішіп отыратын болса, денсаулығына бір екіншісіне өзіне зақым келтіреді және қасындағы адамдарына зақым келтіреді деп ойлаймын. Үшіншіден,
радионың зияны ол дейтін жаңағы құттықтаулар беріледі, аноним берілді. Ол кезде құттықтаулар берілгенмен жаңағы адамға дұрыс жетпеуі мүмкін. Өйткені ол адамның радиосы жоқ болуы мүмкін, немесе несі болуы мүмкін. Сондықтан радионың зияны егер ақау келетін болса, адамға зиян тиеді деп, сіз жаңа айттыңыз, ақауға зиян тиеді деп, егер ақау тиетін болса, адамды алдын алу жолдары бар. Және біз өзіміздің айта кететінімізді жалғастыра берсек, радио мен теледидардың пайдасы өте көп деп есептейміз. Себебі біз жаңа нақты сөздерімізді айтып кетуге болады. Қарсылас топтың егер сұрақтары болса, соны қабылдаймыз. Зияны аз, пайдасы көп болып тұр. Сондықтан біз мына топқа қоса салатынбыз. Рахмет оқушылар, бізде тағы пайдасы мен зиянын жаңағы шеше салды, яғни пайдасы да зияны.